Жаңа жылдық дастарханның сәнін ашатын мандаринки салатын дайындаймыз. Алдымен міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып және қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен жаңа жылға қажетті рецепттермен бөлісетін боламын. Ең бірінші піскен тауықтың етін көрсетілгендей етіп, жақсылап майдалап турап аламыз. Ыдысымызға салып, келесі кезекте ірімшікті үккіштің майдасымен өткізіп шығамыз. Етіміздің үстіне қосамыз және келесі кезекте жұмыртқамызды майда үккішпен өткіземіз. Келесі кезекте 2 дана сарымсақты майда үккішпен өткізіп шығамыз. Одан кейін аскөк және майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Келесі кезекте сәбізімізді майда үккішпен өткізіп шығамыз. Салмамызды ас қасықтың көмегімен 1 ас қасық аламыз да, қолымызбен осындай шариктер жасап шығамыз. Барлық затымызды дайындап алдық. Енді пищевая клёнканы алып, соған 1 ас қасық сәбізімізді қойып жақсылап жайып аламыз да, оның үстінен шаригімізді қойып, пищевая пленканы жауып, осылайынан сәбізді шариктің жан-жағына қаптап шығамыз. Мінекей, біздің қызғылт сары мандаринкаларымыз осылайынан болып шығады. Барлығын дайындап болғаннан кейін мандаринкамыздың үстіне жапырақшаларды орналастырамыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Біздің салатымыз өте дәмді, сонымен қатар әдемі, нағыз мерекелік дастарханға арналған салат.